Ассаламу алейкум баршаға. Бүгін балды торт жасаймыз, яғни медовик тортын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен отқа қоюға болатын ыдысқа балды саламыз. Кейін сары май немесе маргарин қолдансаңыз болады. Және ас содасын үшеуін біріктіріп отқа қоямыз. Орташа отқа қойып, венчиктің көмегімен үздіксіз араластырып тұрамыз. Балды торттың дәмді болып шығуы тікелей балға байланысты, сондықтан табиғи балды қолдануға кеңес беремін. Мен бүгін карамельный медовик жасап жатырмын, сондықтан түсі карамельдің түсіне айналғанша осылай отта ұстап араластырып тұрамын. Міне маған қажет түс пайда болды. Енді оттан алып, бұл массамызды суытамыз. Массамыз суып қалды. Енді жұмыртқамен қантты миксердің көмегімен массамыз 2 есе үлкейгенше миксерлейміз жақсылап. Қантты 2-ге бөліп саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Егер сізде миксер болмаса, венчиктің көмегімен араластырсаңыз болады. Міне осылай массамыз 2 есе үлкейгенше, үлпілдек масса болғанша араластырамыз. Миксермен араластырып болдық. Енді жаңағы массамызды осылай біртіндеп құямыз. Мендегі балды масса толық суымаған, сондықтан осылай жайлап құямыз. Массамыз біркелкі болғанша осылай жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған массамызға ұнға қамыр қопсытқышын қосып, араластырып саламыз. Осылай біркелкі болғанша миксермен араластырамыз, ұнды қосып отырып. Массамыз міне дайын болып қалды. Осы дайын массамызды лопатканың көмегімен 1-2 рет араластырып жібереміз. Мен бүгін сіздерге корждарды формалаудың 2 түрлі жолын көрсетемін. Міне біріншісі осындай. Жан-жағын форманың қасықпен осылай айналдыра жүргізіп шығамыз. Сонда міне ізі қалады. Кейін осы іздің бойымен жаңағы тестамызды жағып шығамыз қасықтың көмегімен. Өте жеңіл жасалады, сондықтан жасап көрсеңіздер болады осылай. Кейін 180 градуста 5-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Қарап отырыңыздар, тез-тез дайын болады. Екінші жолы міне осылай. Бірден пергаменттің үстіне форманы қоямыз да, өзімізге қажетті тестаны салып, осы форманың көлемімен айналдырып жағып шығамыз массаны. Бұл торттың тестасы өте жұмсақ, ауызда еритін болып пісіп шығады. Міне корждарымыз дайын, осындай жұқа корждар болады. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Креміне ең алдымен салқын сливкиге 33%-дан жоғары қант ұнтағын қосамыз да, миксермен формасын ұстағанша жақсылап миксерлейміз. Сливкиді ұзақ миксерлемейміз, тек қана осылай формасын ұстағанша миксерлейміз. Ұзақ миксерлесеңіз, сливки еріп кетеді. Енді осыған 20%-тік қаймақты қосамыз. Міндетті түрде 15-20%-тік болу керек. 20%-тен жоғарыларында қолдансаңыз болады. Одан төмен қолдансаңыз, крем формасын ұстамай ағып кетеді. Қаншалықты проценті жоғарлы болса, соншалықты жақсы. Міне кремімізді осылай араластырамыз, біріктіреміз, яғни жаңағы сливки мен қаймақты лопатканың көмегі арқылы астынан үстіне қарай араластырамыз. Кремді басып алмай араластыру қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Міне мен подложка тұрдым. Подложкаға осылай кішкене кремді жағамыз. Тортымыз сырғанамай біркелкі түзу жиналу үшін. Тортты жинауға мен осындай кольцо мен аттестатты пленканы қолданамын. Егер сізде жоқ болса, онда біркелкі кәдімгідей корждың үстіне кремді жағып жинай берсеңіз болады. Міне өзімізге қажетті мөлшерде үлкен ас қасықпен 1,5-2 қасық крем салып, осылай жағып шығамыз. Осылай кезек-кезек корж крем етіп жинай береміз.
Тортты жинап болғаннан кейін бірнеше сағатқа холодильникке пропиткаға қоямыз. Кейін осы 1-1,5 коржды блендердің көмегімен езіп аламыз. Бұл торт ерекше дәмді, сондай нәзік, ауызда еритін торттардың бірі, хит торттардың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Назарларыңызға рахмет.